шал ақын айтады, сөйлеп қал, қызыл тілім, жақ барында, маңдайда бақ барында, сөйлеп қал, қызыл тілім дейді. Арыс келді, сөйлеп қал, қызыл тілім, ұзын дүние қысқарып қарыс келді дейді. Сонда адам сөйлеген кезде дүниенің бүкіл болмысы 18.000 ғаламның бір тарын қаузына сыйғандай сол бір сөзге сыйып кетеді екен ғой. Сөздің құдіреті сөз. Сонда Машһүр Жүсіп атамыз айтады, 18.000 ғаламның тынысы күнде тұр дейді, бірақ күннің өзі шалмайтын жері бар дейді. Күн нені шалмайды дегенде, күн адамның жүрегіндегі түкпіріндегі, көңілінің түкпіріндегі қайғы мұңды шалмайды дейді. Сол күн шалмайтын жерде сөз шалады дейді. Сіз сөздің құдіретін қараңыз сонда. Жалпы тіршілік пен болмысты айыра білу керек. Тіршілік етуге болады. Тіршілік ету дегеніміз ол абай айтқандай ондай тірлік итте де бар дейді ғой. Әйтеуір ас ішіп, аяқ босатып, нанын тауып жеуге болады. Бірақ енді біз тек қана тіршілік иесі емеспіз ғой, біз болмыс иесіміз, көрдіңіз. Біздің болмысымыз Құдайдың болмысымен байланысты. Сол Құдай тағала біздің болмысымызды жаратқанда, сол өзінің болмысына ұқсатып, өзінің сипаттарын бізге беріп жаратқан ғой, әуелден дейді жаңағы. 99 көркем есім, 8 субъекте сипаттар біздің бойымыз. Яғни соларды ашқан кезде біздің болмысымыз ашылады екен. Оның бәрін қалай ашасың? Тек қана сөз арқылы, тіл арқылы ашасың.